Смағалия Нұрғазиевна, Хамит Көбек атындағы орта мектепке дейінгі шағын орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің химия пәнінің мұғалімімін. Біздің мектепке келген құрылғылар бар. Олардың ішінде бүгін сіздерге көрсететініміз таразы және магниттік мешалкамен жұмыс істеу. Бұл құралдар бізде 8-ші сыныпта ерітінділер, ергіштік таразысында және 9-ші сыныпта массалы үлестер есептер шығару кезінде қолданылады. Мысалы, бізге берілген есеп 5% натрий хлоридінің ерітіндісін дайындау. Яғни, бұл жерде біз бірінші 5% болғаннан кейін 5 грамм тұздың қажет екенін білеміз. Және 100 граммнан 5 грамм алсақ 95 грамм су қалады. Міне мына жерде суды өлшеп аламыз. 95 грамм суды өлшеп аламыз. Ал мына таразға 5 грамм тұзды өлшеп аламыз. Тұзды химиялық қасықпен, арнайы қасықпен саламыз. Тұзымыз 5 грамм болды. Бұл тұзды суға қосамыз. Суға қосып, оны араластыру үшін енді біз арнайы шыны таяқшаны пайдаланбай-ақ магниттік мешалканы қоссақ болады. Магниттік мешалка өзі араластырып шығады. Бұл балалардың қауіпсіздігін сақтайды. Балалар алыстан отыруға көруіне болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет.